Akbay desende çoğu var getirecek bir tane. Bak, yeni ana pasta soyuyor. Gel. Beyimizde soğuk su. Ana, Jet atanın Gül bırakacağında gölçülü. Hayır. Sarı koyuyor mesela. Gölçülü sarı koyuyor. Bir sarı tarafın bağlarını yiyor. Sarı gelmişsin sonra akbay'ın çizikleri. Ama ben benim bağlarım hakkım var. Sirkin tarafın bağlarını takip ediyor. Suya gittik. Ben eski ülke. Сол жеті атаңыздың күнделікті жаңағы өзі отырыс басында үстел басында әңгімелескеніңіз немелеріңізге айтып соны бір жаңағы бір терең жағынан бір түсіндіріп тырысып көрдіңіздер ме осыны? Айттым. Жеті атаны неге сақтау? Неге қазақта жеті деген сөзді ерекшелеп алған? Жерден айтты ардага жәнібек. Мына сөздің мағынасын енді біз өзіміз білгенше айтып жатырмыз. Сен түсіндір. Сонда жеті ата деген санды неге қазақ баласы кезіндегі аналарымыз, аталарымыз неге жеті деген бөліп алған? Жеті ата деген. Неге бес ата неге басқаша неге жеті деп бөліп алған? Не үшін бөлген соны бізде? Жеті сан, қасиетті сан екенін біліп тұрып, сол жеті атаның жеті ата деп бізді бөліп алған. Жеті атадан кейін деген. Әйтпесе одан да көп. Аз болуы, көп болуы. Жетіден де көп бар, жетіні основной қылып қалған. Соны не үшін солай айтқан? Не үшін? Осының бір сіздерге кезінде өзіңіздің аталарыңыз айтып бұрын мағынасын түсіндіріп айтқан жоқ. Айтқан жоқ екен. Соны біз қарап нетсек, жалпы бұл енді қазақ халқы бұрыннан да жәнегі медицина ғылым дамымай тұрғанның өзінде де санға цифрға өте мықты болған екен. Сонда жаңа жеті ата дегеніміз жаңа біздің құмқалайтын хромосомамыз саны 46 соның ішінде ер адам мен әйел адамды екі қосқанда 46 шығады екен, екі жағы бір бүтін деген содан сөз шығады екен. Сонда жаңағы осы хромосоманың өзі жеті атаға барған кезде мүлде бар теңеледі. Ең біріншісінде бұл жерде жаңағы айтайын деген немереде үш жарты туыстық, яғни жарты туыстық. Шөбереде бұл 10,5% қалады екен. Шөпшекте тағы 2-ге бөлініп 5,7% қалады екен. Бесінші ұрпақпен немереде 2,8 қалса, алтыншы ұрпақпен туажатта 1,4% болып, жетінші ұрпаққа келгенде ол 0%. Яғни 0,7%, сонда жәнегі осы қанның құрамы жеті атадан асқаннан кейін 0%. Яғни туыстық қатынастыру деген сөз. Болады. Осы жаңағы жеті атаға келіп нөл деп тұр ғой, нөлге болғаннан кейін жеті атаның астынан кейін қыз алса беруге болады. Балаңа, ұрпағыңа ешқандай несі жоқ. Мен түсіндірім солай. Жаңағы айтып жатқанымыз сол ғой. Жеті ата деген сол үшін керек. Өйткені ертең жарымда бала туып жаңағы дуа айтып кеткен. Сен де соны айланып келгенде сол нәрсе екен. Жалпы сол егер осы жеті атаның реттілігін сақтамай жаңағы қыз алысу жаңағы некеге отырса мысалы қыз алысып қыз беріп жатасыздар иә келін түсіріп жатасыздар қыз алып жатасыздар екі баланың жақсы көріп тұрған екі баланың ері бір жеті атаға болмаса сіздер қандай әрекет жасайсыздар? Қарсы болу. Екеуі бір-біріне ойып екеуміз осы үйленбесек біз жаңағы бақытсызбыз біз сөйтеміз бүйтеміз деп шантаж жасайды. Мен түсінігімен мына ағайын адамдардың туыстық жағынан келсе бұнда қарсы. Ал енді ері біреу болып тұр, басқа жақты танымайтын болса оған қарсылығы. Жоқ, жеті атадан асса болды ғой ертең. Жарымдан ұрпақ туылмаса болды ғой. Соны ғана ол екі жақтың ақсақалдар отырып, кімнің баласын сөз? Секаның алғалы жаққаны қапаның баласы екен, мысалға. Мысал айтып. Ол қапаны зерттеймін мен мысал үшін. Мысалы, ана өтеппен түкін айтып отырсың. Мысалы, шақаманның ішінде бір шақаманның қызын екінші шақаман алды. Бұлай ағылды. Тәукемін, өте ертіс, Алпысбай, Шөленбай деп бөлінген жеті атам. Сонда ол шығып кеткендер ғой, айтшы.